Әлеуметтік желідегі жалған ақпарат пен манипуляциядан қалай сақтануға болады? Әлеуметтік желіде ақпарат өте тез тарайды, бірақ жылдам тараған ақпараттың бәрі шындық бола бермейді. Кейбір жазбалар әдейі алдайды, кейбірі эмоцияға әсер етеді, ал кейбірі адамдарды ашуландыру, қорқыту, немесе белгілі бір шешімге итермелеу үшін жасалады. Жалған ақпарат пен манипуляциядан қорғану үшін 5 қадамды ұстан. Бірінші қадам – бірден сенбеу. Тақырып қатты қорқынышты, ашулы, немесе шектен тыс сенсациялық болса, тоқтап ойлан. Манипуляция көбіне адамның эмоциясына тікелей әсер етуден басталады. Екінші қадам – дерек көзді тексеру. Бұл ақпаратты кім жариялады? Белгілі бақ па, ресми орган ба, әлде аты жөні түсініксіз парақша ма? Ақпараттың күніне де қара, ескі жаңалықты жаңа оқиғадай тарату да жиі кездеседі. Үшінші қадам – кеме 2 сенімді жерден салыстыру. Егер маңызды ақпарат рас болса, ол басқа ресми немесе беделді ресурстарда да болады. Бір ғана сториске, бір ғана постқа немесе бір ғана блогерге сүйенуге болмайды. Төртінші қадам – мәтіннің ішкі белгілерін қарау. Дәлел жоқ па? Сарапшы көрсетілмеген бе? Бәрі жасырып отыр. Тек бізде бар шындық деген сөздер бар ма? Осындай тәсілдер күмән тудыруы керек. Бесінші қадам – тексерілмеген ақпаратты таратпау. Тіпті сен сеніп қалсаң да, шын екеніне көзің жетпейінше бөліспе. Бір рет жіберілген жалған ақпарат жүздеген адамға әсер етуі мүмкін. Саналы қолданушының басты дағдысы – бәріне бірден сенбеу. Ақпаратты тексер, салыстыр, эмоцияға ерме және расталмаған мәліметті таратпа. Осылайша сен өзіңді де, айналаңды да қорғайсың.